достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханның сәні болатын осылай сәнді әдемі салатпен бөлісетін боламын. Алдымен бізге керек заттар: тұздалған қияр, майонез, шұжық, қайнатылған картоп, сәбіз және де жұмыртқа қажет болады. Және де осылай ас бұршақ та қажет болады. Барлық заттарды осылай ұсақтап, түртпіштіп, видеодағыдай кесекпен турап, ыдысымызға саламыз. Менің YouTube арнама тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыз достар. Сіздермен апта сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Видеодағыдай барлығын кезекпен турап, ұсақтап, ыдысымызға салып, сосын ас бұршағымызды да салып, майонез салып, жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Осылай ыдысымызға стаканды қойып, салатымыз салып, осылай ас көкпен анардың көмегімен видеодағыдай әдемілеп сәндеп шығамыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дастарханның көркі болып, әрі сәнді болатынына, және де тойымды ешқашан сәннен қалмайтын салат болып шығатынына сенімдімін. Менімен видеоның соңына дейін